Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді, нағыз ыстықта желінетін торт, десерт дайындайтын боламыз. Бұл торттың ерекшелігі пісіруді қажет етпейді, өте дәмді болып шығады. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең бірінші біз желатинді осылай үстіне су құйып, ол ісінгенше бір шетке қоя тұрамыз. Жақсылап араластырамыз. Және бір ыдысқа осындай творогты салып, мен көз мөлшермен дайындап жатырмын. Сіздерге ингредиентінің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Творогтың үстіне шекер саламыз. Шекердің үстіне қаймақ саламыз. Дүкендегі қаймақ жарайды. 15-20% кез келген проценттегі қаймақ жарайды. Оның үстіне ванильді шекер салып, блендердің көмегімен осылай жақсылап еземіз. Бір келкі масса шыққанша езу қажет. Міне бізде әдемі масса шығып келе жатыр. Осындай бір келкі масса шықты. Енді осы массаны бір шетке қоя тұрамыз. Ішіне қосатын, арасына салатын жемістерді дайындаймыз. Мен құлпынай пайдаландым. Құлпынайдың осындай тазалап алып, дайындап қоямыз. Және банан пайдаландым. Банан мен құлпынайды қосатын боламын. Бананның сыртын ашып, осылай ірі-ірі етіп турап аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша киви қоссаңыздар да болады. Енді осы массаның үстіне дайындалып алдын ала су құйып қойған желатинді салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жемістерді саламыз. Құлпынай және бананды салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Менің каналымда өте оңай және жылдам жасалатын тағамдардың, тәттілердің рецепттері өте көп. Кіріп көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Енді мен осындай торт пісіретін, осындай арнайы табаға фольганы астына төсеп, шет-шетін осылай жабыстырып қойдым. Біздің массамыз ағып кетпес үшін осылай жасадым. Осылай массаны құямыз және бетін теп-тегіс етіп, қасықтың көмегімен тегістеп шығамыз. Ақ шоколадты пайдаландым. Қалауларыңызша қара шоколад пайдалансаңыздар болады. Жарты шоколад жеткілікті бізге. Майдалап турасаңыздар да болады, ірілеп турасаңыздар да қалауларыңызша турап бетіне себеміз. Мен осылай ірілеп турағанды жөн көрдім. Бетіне жақсылап, барлық жеріне жеткізіп, сеуіп шығамыз. Және холодильникке бір түнге қойсаңыздар өте керемет болады. Екі сағатқа қойып алсаңыздар да болады. Мен мына жерде 2 сағатқа қойған болатынмын. Формасы да өте әдемі. Негізі бір түнге қойған дұрыс болады.
жақсылап қатады. Бұл жерде біз асығыстық жасап 2 сағатқа ғана қойған болатынбыз. Сол себепті бізде торт жөнді қатпаған, бірақ дәмі өте керемет. Қайта жей бергім келеді. Егер сіздерге видео рецепт ұнаған болса, поделицаны басып, WhatsApp желісіне таратып отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.